Selam dostlar, Adira tағы да сендермен бірге. Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Және достар, ең бірінші каналымызға тіркеліп, колокольчикті басып, және лайктарды аямаңдар. Және де соңына дейін видеоны көруден өте қызықты болады. TikToktағы лайфхактарды тексеретін боламыз. Ал сендерге қызық болса, кеттік! Біз TikToktан бірнеше видеоларды дайындап қойдық, ал қазір ең біріншісі осы жерде шығадым. Короче, картошку режешь очень тонко, я чистилкой резала. Далее салфеткой убираем лишнюю влагу, ложим это все на тарелку с пергаментом, солим, добавляем приправы и на 4 минуты в микроволновку. Ну и все, хапка к фильму готова. Міне достар, біз картошканы дайындап қойдық, біз оны тазаладық, жудық. Енді қазір біз өте жұққа кесуіміз керек. Тырысамыз біз кесуге? Ал, бастайық. Картошкаларымыз дайын. Қазір салфетка арқылы картошкаларымыздан артық суын шығару керек. Міне осылай қойып алайық. Міне осындай тәсілмен барлық картошкаларымызды кептіреміз. Міне біздің картошкаларымыз дайын, ал қазір тәрелкеге пергамент арқылы және де осыған тұз және бұрыш қосамыз. Әлі кішкене паприка қосуымызға болады. Сосын біздің чипсіміз кішкене поджаристы болып көрінеді. Міне осылай енді микроволновкаға жібереміз. 4 минутқа. Біздің чипсіміз дайын. Біз әлі дәмін тартқан жоқпыз, бірақ біздің ойымызша ол шықты. Себебі прям настоящий чипсы сияқты көрінеді міне. Давайте. Раз, екі, үш. Как вкусно. Это егер тұзды көп салсақ, тогда прям настоящие чипсы. Без кішкене асалдық тұзды. Қарада как хрустит. Және бұл лайфхак жұмыс істейді. Лайк. Екінші рецепті қазір біз көретін боламыз. Макачипсы. Короче, воды налили, посолили, макарохи отварили, воду хорошо слили, 2 ложки муки аккуратно покрутили. Масло чуть-чуть налили, еще чуть-чуть, харе. В разогретое масло макарохи запустили, 3 минуты подождали, убрали. Соль, паприка и чипсончики готовы. Кстати, очень вкусные. Міне достар, біз алдын ала макарондарды пісірдік. Енді қазір 2 столовый қасықты қосамыз. Міне ұн. Және де араластырамыз. Міне достар, өкінішке орай бізде видеодағыдай шыққан жоқ. Ал енді біз қазір тұз бен паприканы қосамыз. Міне. Және де кішкене паприка қосайық. Енді осының бәрін араластырамыз. Міне қазір біз дәмін тартатын боламыз. Міне ал. Қарапайым макарон сияқты, бірақ специалымен рәңгілер кішкене ғана хрустящий. Бізде лайфхак шыққан жоқ. Ал үшінші және ең соңғы видеоны қараймыз. Ол
Нереальная пирожная картошка за 5 минут и из простых ингредиентов. Печенье измельчаем, какао, молоко, масло и сироп добавляем. Тщательно перемешиваем и в холодильник убираем. Шарики катаем, в какао валяем и готово. Рецепт оңай. Және де ол жерде сироп деп тұрды. Біз сироптың орнына қарапайым қант алатын боламыз. Ал кеттік. Міне біз 4 печеньені бәрін ездік. Ал қазір бүкіл ингредиенттерді бәрін осы жерге салатын боламыз. Ең бірінші май. Сосын 1 чайная ложка какао қосамыз. 1,5 столовая ложка сүт. 1 чайная ложка қант қосатын боламыз. Және осының бәрін араластырамыз. Осы сместі холодильникқа 5 минутқа қоямыз. Осы тестадан кішкентай бөлігін аламыз да, осылай істейміз. Формочкамызды осылай какаоға істеуіміз керек. Білмем неге. Міне жемтірілге осылай саламыз. Пирожныларымыз дайын болды. Ал қазір біз дәмін тартып көреміз. Міне. 1, 2, 3. Как вкусно. Прям настоящий пирожный. Кафелердегі сияқты пирожныйға ұқсайды. Өте күшті дәмді. Осы рецепт лайфхак жұмыс істейді. Біздің видеомыз соңына жетті. Сендерге ұнады деген үміттеміз. Ал біздің инстаграмымыз әлі жабық, бізге доступ жоқ. Сондықтан біз екінші аккаунтымызда әлі отырмыз. Ол Madina Twins 2 деп аталады. Тез барып тіркеліңдер. Және де жуырда сол жерде байқау өтеді. Сондықтан өткізіп алмаңдар. Ал сендермен бірге болған Madina Twins. Бай-бай. Лайк басыңдар, комментарий жазыңдар және каналға тіркеліңдер. Бай-бай. Көзіңе жарасар қылығың тәтті, ойыңдағы сұлулықтың бәрін ұнаттым. Тау секілді демісің